Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың математика сабағының 61-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться етіп алыңдар, себебі біздің арнамыздан сендер балалар математикадан басқа қазақ тілінің сабақтарын тегін оқып, өздерің түсінбеген тақырыптарды қарап, үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар балалар. Біздің арнамызға сол үшін балалар міндетті түрде подписация батырмасын басып кетіңдер балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін біз өзіңді тексерді өтетін боламыз. Бұл жерде бізде балалар бүгін 5 есеп бар, сол 5 есептерді қарастыратын боламыз. Бірінші есеп бізде балалар санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережелерін білемін дейді. Әрбір өрнек үшін тиімді есептеу тәсілін жаз дейді. Балалар, бұл жерде бізде А, Ә, Б есептері берілген екен. Осы өрнектерге біз тиімді есептеу тәсілін қолданып, осы есептерді шығаруымыз керекпіз. Яғни балалар, бұл жерде бізде бірінші 720 бөлінген 9 көбейтілген 10 деген жақшаның ішінде берілген есеп берілген. Енді бұл жерде балалар бірінші 720 бөлінген жақшаның ішіндегі балалар бізде бірінші шығарылады. 9 көбейтілген 10 90 болады. Енді балалар, бұл жерде біз 2 0 сандарын біз алып тастай салсақ болады. Енді 72-ні 9-ға бөлсек тең 8 болады. Балалар, мен сызғанға бұларды сызып тастамайсыңдар. Мен жай ғана қалай шығару керектігін көрсетіп тұрмын. Яғни 0 сандары бізде жазылады. Яғни балалар, бұл жерде айтқым келгені мен сендерге бөлінгіште де, бөлгіште де бізде 0 сандары болғандықтан оларды біз алмай-ақ қойсақ болады. Яғни бөлмей-ақ қойсақ болады. Яғни 72-ні 9-ға бөле салсақ болады. Келесі бізде балалар А есебі 4 көбейтілген 28 көбейтілген 25. Бұл жерде балалар біз тиімді шығару үшін 4-ті 25-ге көбейте салсақ болады. Одан кейін 28-ге көбейтеміз. Жақшаның ішіне 4 көбейтілген 25 жақшы жабылған көбейтілген 28 тең болады. 4-ті 25-ге көбейтсек бізде балалар 100 шығады екен. Енді 100-ді 28-ге көбейтсек бізде 2800 деген сан шығады екен. Яғни балалар, бұл жерде біз 28-дің артына 2 0-ді тіркей салдық. 2800 болды сонда. Келесі бізде балалар 25 көбейтілген 29 көбейтілген 4 көбейтілген 3. Бұл жерде балалар біз тиімді шығару үшін есепті біз 25-ті 4-ке көбейтіп, 29-ды 3-ке көбейте салсақ болады. Яғни жақшаның ішінде 25 көбейтілген 4, жақша жабылған көбейтілген 29 көбейтілген 3 десек болады. Жақшаны жабамыз тең. 25-ті 4-ке көбейтсек бізде 100 шығады, балалар. Көбейтеміз, 29-ды 3-ке көбейтсек 87 шығады екен. Енді балалар 87-ні 100-ге көбейткенде бізде 8700 деген сан шығады екен. Яғни 87-ның артына біз 2 0-ді тіркей салады екенбіз. Келесі бізде балалар екінші есеп санды қалдықпен бөлу формуласын қолданамын дейді. Қалдықпен бөлу кезіндегі бөлінгіш А, бөлгіш Б бөліндінің мәні С және қалдық Р арасындағы байланыс формуласын жаз дейді. Осы формуладағы қалдық R мен бөлгіш Б-ның мәндерін салыстыр дейді. Енді балалар, бұл жерде біз А дегеніміз бізде Б мен С-ның көбейтіндісі және Р қалдықтың қосындысына тең екен. Балалар, яғни Б-ны көбейтеміз, С-ға қосамыз Р-ға. Бұл бізде балалар қалдықпен бөлудің формуласы екен, балалар. Енді балалар, R мен Б-ны біз салыстыратын болсақ, бұл жерде біз Б үлкен екен, яғни бөлгіш үлкен болады екен. Енді балалар, мен сендерге айтайын, бұл жерде Б-ның үлкен болу себебі қалдық әрқашан бөлгіштен кіші болады. Сол себепті бізде R дегеніміз қалдық қой, яғни Б үлкен болады екен. Енді қалдықпен бөлуді орында және тексер дейді. Бірінші балалар, мына жердегі біз жазған жаңа формуланы жазып алыңдар. Одан кейін қалдықпен бөлуді орындайық. Келесі 48094-ті бөлу 123-ке дейді. Енді балалар, бұл жерде біз 480-нен аламыз. 480-нің ішінде балалар 123 бізде 3 рет бар екен. Енді тексереміз. 123-ті 3-ке көбейтсек 369, қалдық 111 қалады екен. Енді 111 бізде 123-тен кіші болғандықтан қасына 9 саны келіп түседі, 1119 болады. Енді 1119-ның ішінде бізде балалар 123 9 рет бар екен. Енді тексереміз. 123-ті 9-ға көбейтсек 1107 болады. Енді 1119-дан 1107-ні азайсақ, бізде 12 қалдық қалады екен. 12 қалдықтың қасына біз 4 түсіреміз, себебі 12 бізде 123-тен кіші.
Енді 124-тің ішінде балалар бізде 123 бір рет бар екен, иә? Енді жазамыз, 123-ті бірге көбейтсеміз, 123 болады. Енді 124-тен 123 жасасақ, бізде бір қалдық қалып қояды екен, иә? Енді тексереміз. Сонда бізде балалар 48.094-ті 123-ке бөлсек 391, қалдық бір қалады екен, иә? Енді тексереміз. Ол үшін балалар біз 123-ті 391-ге көбейтеміз. Бірінші, 123-ті бірге көбейтіп аламыз, иә? 123 шығады. Одан кейін балалар 123-ті 10-ға, яғни 9-ға көбейтеміз, иә? Сонда бізде 1107 шығады екен. Келесі 123-ті 3-ке көбейткенде бізде балалар, яғни 3 100-ке көбейткенде 369 шығады екен. Енді балалар осы үшеуін бір-біріне қосамыз, иә? 3 өзі түседі, яғни астында сандар жоқ. 2-ні 7-ге қосамыз, 9 болады. 1-ге 0-ді қосамыз, 1, 1-ге 9-ды қосамыз, 0-і түсіп, 1-і ойда қалады, иә? Енді балалар 1-ге 6-ны қоссақ 7, 7-ге 1-ді қоссақ 8 болады, иә? Ойдағы 1-ді қоссақ 8 болды. Енді 1-ге 3-ті қоссақ бізде 4 шығады екен. Яғни балалар 123-ті 391-ге көбейтсек 48.093 шығады екен. Және де балалар бізде мына жерде бір қалдық бар, иә? Сол бір қалдықты осы 48.093-ке қосамыз. Сонда бізде балалар 48.094 шығады екен, иә? Яғни есебіміз дұрыс шықты деген сөз. Бір қалдықпен шығады екен, иә? Келесі бізде балалар үшінші есеп. Есептеу тәсілдеріне талдау жасай аламын. Қандай есептеулерді жазбаша жазған және есептеген ыңғайлы алгоритмді қолданып төмендегі өрнектердің мәнін тап дейді. Балалар, бұл жерде бізде бірінші, яғни 123 көбейтілген 200, 693 мың бөлінген 300 деген есептерді бізге ауызша шығарған ыңғайлы, иә? Енді балалар, осы есептерді біз жазбаша жазып, өрнектерінің мәнін табайық, иә? Бірінші бізде балалар 123 көбейтілген 200 деген берілген, иә? Бұл жерде балалар біз мына 2 нөлді алып тастай салып, 123-ті 2-ге көбейте салсақ болады. Одан кейін 2 нөлді біз артына тіркей саламыз, иә? Себебі нөлді қандай санға көбейтсең де нөлдің өзі шықпайды ма, иә? Сол себепті 123-ті 2-ге көбейте саламыз. Бірінші балалар 2 нөлді артына жазып қоямыз. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2 болады. Сонда балалар 123-ті 200-ге көбейткенде 24.600 шығады екен. Келесі бізде балалар 123-ті көбейтеміз 26-ға. Бұл жерде балалар бізде бірінші 123-ті бірлікке, яғни 6-ға көбейтіп аламыз, иә? 6-ны 3-ке көбейтсек 18, 8-і түсіп 1-і ойда, 6 2 12, ойдағы 1-мен 13, 3-і түсіп 1-і ойда. 6 1 6, ойдағы 1-мен 7 болады. Енді 123-ті 10-ға, яғни 2-ге көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтсең 6, 2-ні 2-ге көбейтсең 4, 2-ні 1-ге көбейтсең 2 болады. Енді балалар, осы 2-ні қосамыз, иә? 8 өзі түседі, 3-ке 6-ны қоссақ 9, 7-ге 4-ті қоссақ 11, 1-і түсіп 1-і ойда болады. 2 ойдағы 1-мен мына 3 болады екен, иә? Яғни 123-ті 26-ға көбейтсек 3198 болады екен, иә? Келесі бізде балалар 693 мыңды бөлеміз 300-ге деген есеп берілген екен. Бұл жерде балалар біз олардың артындағы 2 нөлді алып тастай салсақ болады екен, яғни сызып тастасақ болады екен. Сонда бізге бұл есепті шығарған жеңілірек болады. Сонда балалар 6930-ды 3-ке бөлеміз, иә? Енді балалар, бұл жерде біз бірінші 6-дан аламыз, иә? 6-дан аламыз. 6-ның ішінде 3 бізде 2 рет бар екен, 2-ні жазамыз. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6-ның алтына салсақ 0 қалады. Енді 9-ды түсіреміз. 9-ның ішінде бізде балалар 3 рет бар, 3-ті жазамыз, иә? 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 9-дан 9-ды азайсақ 0 қалады екен. Енді мына тұрған 3-ті түсіреміз. Сонда бізде 3-тің ішінде 3 бізде 1 рет бар екен, иә? 1-ді 3-ке көбейтсек 3 болады, 3-тен 3-ті азайсақ 0 болады. Енді мына артындағы 0 өздерің білетіндей мына бөліндінің мәніне түседі екен, иә? Сонда бізде бұл есептің жауабы 2310 болады екен. Келесі енді бізде балалар 4914-ті бөлеміз 39-ға. Бұл жерде балалар біз бірінші 49-дан аламыз. 49-ның ішінде 39 бізде балалар 1 рет бар. 1-ді 39-ға көбейтіп тексерсек 39 шығады. Қалдық 10 қалады екен, иә? Енді 10-ның қасына 10 бізде 39-дан кіші болғандықтан қасына 1-ді түсіреміз, 101 болады, иә? Келесі толымсыз бөлінгіш, сонда 101. Енді 101-дің ішінде балалар бізде 39 2 рет бар екен. Енді 39-ды 2-ге көбейткенде 78 болады. 101-ден 78 азайсақ 23 болады екен.
Енді 23 бізде 39-дан кіші болады. Кіші болғандықтан біз оның қасына 4 санын түсіреміз. Сонда 234 болады. Енді 234-тің ішінде 39 бізде балалар 6 рет бар екен. Сонда 39-ды 6-ға көбейтіп тексергенде 234 шығады. Екеуін бір-бірінен азайтамыз, 0 деген сан шығады екен. Сонда бұл есептің жауабы бізде балалар 126 екен. Иә балалар, бұл есеп бізде осылай шығады. Келесі бізде балалар 4-ші есеп есептеу алгоритмін құрастыра аламы дейді. Енді балалар бұл жерде бізге есептеу алгоритмін толықтыр деп тұр, иә. 245 көбейтілген 24 деген бізде көбейту амалы берілген екен. Осыған байланысты біз алгоритм құрастыруымыз керек бізге. Бұл жерде балалар сандар түсіп қалған, яғни қандай сан, қай жерде тұру керек екені, нені неге көбейту керек екені, қай жерде не қосылатынын бәрін жазамыз, иә балалар. 245 көбейтілген 24 көбейтіндісінің біз алгоритмін шығарамыз. Бірінші жазамын. Бірінші көбейткіш 245, оның астына екінші көбейткіш 24 жазамын. Бірліктердің астына, ондықтардың астына жазамын. 245 санын бірлікке көбейтемін. Бірліктердің, ондықтардың, жүздіктердің астына жазамын. Бірінші томсыз көбейтіндіні аламын дейді. Енді одан кейін балалар 245 санын 2 санына көбейтемін. 245-ті 2 ондыққа көбейткенде бізде 490 ондық шығады екен. 0 ондықты ондықтың астына жазамын, 9 жүздіктердің астына жазамын дейді. 9-ды яғни жүздіктердің астына жазамын, 4 мыңдықтардың разрядына жазамын. Екінші толымсыз көбейтіндіні аламын дейді. Енді осы толымсыз көбейтінділерін қосамын дейді. Сонда балалар бізде жауабын оқимын, 5880 шығады екен, иә? Яғни 245-ті 24-ке көбейткенде бізде балалар 5880 шығады екен, иә балалар? Келесі енді бізде балалар 5-ші есеп. Есептеу мен жазылуының дұрыстығын тексере аламын. Қатесін тап, дұрыс есепте дейді. Яғни балалар бұл жерде бізде көбейту амалдар берілген, иә? Көбейту өрнектер берілген. Бұл жерде балалар кейбір жерлерінде қате кетіп қалған осы 6 есептіңде сол есептерді дұрыс есептеп жазуымыз керекпіз. Енді балалар бұл жерде бізде бірінші 835 көбейтілген 809, иә? Енді бірінші біз 835-ті бірлікке, яғни 9-ға көбейтіп аламыз. 9-ды 5-ке көбейтсек 45, 5-і түсіп 4-і ойда, иә? 9-ды 3-ке көбейтсек бізде 27, 27-ге 4-ті қосамыз, 31 болады, 1-і түсіп 3-і ойда қалады, иә? Енді 9-ды 8-ге көбейтсек бізде балалар 72, 72 ойдағы 3-пен 75 болады. Сонда балалар 835 9-ға көбейткенде 7515 болады. Енді бұл жерде балалар 835-ті 10-қа, яғни 0-ге көбейтпей қойсақ та болады. Себебі барлық сандарды 0-ге көбейтсең де бәрібір 0 шығады, иә? Енді балалар одан аттап кетіп 835-ті 8-ге көбейтеміз, иә? Сонда бізде 6680 шығады екен. Енді балалар біз осының барлығын қосамыз, иә, осы екеуін. Сонда 5 түседі, 1-дің өзі түседі, 5-ке 0-ді қоссақ 5, 7-ге 8-ді қоссақ 15 болады, 5-і түсіп 1-і ойда, 6 ойдағы 1 мен 7, мына жерге 6-ның өзі түседі. Сонда балалар бұл есептің жауабы 675515 болады екен. Келесі енді бізде балалар 507-ні 925-ке көбейтеміз, иә? Бірінші балалар бірлікке, одан кейін ондыққа, одан кейін жүздікке көбейтеді екенбіз бұл жерде де. 507-ні 5-ке көбейтеміз, иә, бірінші. Сонда бізде балалар 507-ні 5-ке көбейткенде 2535 шығады екен. Одан кейін балалар 507-ні ондыққа, яғни 2-ге көбейтеміз, 1014 шығады. Келесі 507-ні 9-ға көбейтеміз, 4563 шығады. Балалар, бұл жерде балалар көп балалардың қателесетіні мына бірліктерді, ондықтарды, жүздіктердің солай қателесіп жазып қоюларын мүмкін. Сол себепті міндетті түрде қателеспей жазыңдар, иә? Енді балалар осы мына үшеуін біз бір-біріне қосамыз, иә? 5 өзі түседі, 3-ке 4-ті қоссақ 7, 5-ке 1-ді қоссақ 6, 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады. 2-ке 0-ді қоссақ 2, 2-ке 6-ны қоссақ 8, 1-ге 5-ті қоссақ 6 болады. Енді мына жерде 4-тің өзі түседі. Сонда балалар бұл есептің жауабы бізде 468975 болады екен, иә? Келесі бізде балалар енді үшінші 908-ді көбейтеміз 538-ге.
Енді балалар, бұл жерде де біз бірлікке көбейтеміз, ондыққа және жүздікке көбейтіп алады екенбіз. Енді балалар, бірінші 908-ді біз 8-ге көбейтсек, 7264 шығады. 908-ді 3-ке көбейтеміз, яғни ондыққа 2724 шығады, иә? Келесі 908-ді 5-ке көбейтсек, біз 4540 деген санды алады екенбіз. Енді балалар, осы үшеуін қосамыз, иә, бір-біріне. 4-ті түсіреміз, 6-ға 4-ті қосамыз, 10 болады, 0 түсіп, 1 ойда қалады. 2-ге 2-ні қосамыз, 4 ойдағы 1-мен 5 болады. 7-ге 7-ні қосамыз, 14, 14-ке 4-ті қосамыз, 18 болады. 18-дің 8-і түсіп, 1 ойда болады. 2-ге 5-ті қосақ, 7 ойдағы 1-мен 8 болады, мұнан 4 өзі түседі. Сонда балалар, бұл есептің жауабы бізде 488504 болады екен. Келесі бізде балалар 607-ні көбейтеміз 420-ға. Балалар, бұл жерде бірінші біз 0-ге, одан кейін 2-ге, 4-ге көбейтеміз, иә? Яғни балалар, бұл жерде 0-ге көбейтпей-ақ қойсаңдар да болады, бірақ мен сендерге мысал ретінде көрсетейін, иә? 0-ді 7-ге көбейтеміз 0, 0-ді 0-ге көбейтеміз 0, 0-ді 6-ға көбейтсек 0 шығады, яғни барлығына көбейтсек те 0-дің өзі шығады екен, иә? Келесі бізде балалар 607-ні 2-ге көбейтеміз, 1214 шығады екен. Одан кейін балалар 607-ні 4-ке көбейтеміз, яғни 100-ке көбейтсек, 2428 шығады екен, иә? Енді балалар, осының барлығын қосамыз. Мына жерде 0-дің өзі түседі. 0-ге 4-ті қоссаң 4 болады. 0-ге 1-ді қоссаң 1, 1-ге 8-ді қоссаң 9 болады. 2-ге 2-ні қоссаң 4 болады. 1-ге 4-ті қоссаң 5, 2-нің өзі түседі. Сонда балалар, бұл есептің жауабы 254940 шығады екен, иә? Келесі бізде балалар 706-ны көбейтеміз 240-қа. Енді балалар, бұл жерде де дәл осы есептер шығады. Дәл осылай шығады. Яғни 0-ді 6-ға көбейтеміз 0, 0-ді 0-ге көбейтеміз 0, 0-ді 7-ге көбейтеміз 0. Енді 4-ке көбейтеміз, яғни 10-дыққа, иә? 706-ны 4-ке көбейткенде, бұл жерде 2824 шығады екен. Келесі 706-ны 100-ке, яғни 2-ге көбейтсек, 1412 шығады екен. Енді осының бәрін қосамыз. 0-дің өзі түседі. 0-ге 4-ті қосақ 4 болады. 0-ге 2-ні қосақ 2, 2-ге 2-ні қосақ 4 болады. 8-ге 1-ді қосақ 9, 2-ге 4-ті қосақ 6, 1-дің өзі түседі. Яғни балалар, бұл есептің жауабы бізде 169440 болады екен, иә? Келесі бізде балалар 670-ті көбейтеміз 42-ге. Бұл жерде де балалар, бағанадан бері айтып жатқанымыздай, бірлікті көбейтеміз бірінші 670-ке, одан кейін ондықты көбейтеміз, иә? Ондық бізде 4 саны. Енді 670-ті 2-ке көбейтсек, бізде балалар 2-ні 0-ге көбейтеміз 0, 2-ні 7-ге көбейтеміз 14, 4-ті түсіп 1 ойда, 2-ні 6-ға көбейтеміз 12, ойдағы 1-мен 13 болады, яғни 1340 болады екен. Енді 670-ті 4-ке көбейтеміз, иә? Бұл жерде 670-ті 4-ке көбейткенде 2680 шығады екен. Енді балалар, осы екеуін бір-біріне қосқанда бізде балалар 0 өзі түседі. 4-ті 0-ге қоссаң 4, 3-ке 8-ді қоссаң 11, 1 түсіп 1 ойда. 1-ге 6-ны қоссаң 7, ойдағы 1-мен 8 болады, 2-нің өзі түседі. Сонда балалар, бұл есептің жауабы 28140 болады екен, иә балалар? Бұл есептердің қателерін тауып, біз дұрыс есептеп жаздық балалар. Қателеспей, дұрыстап, мұқият дәптерлеріңе жазып ала қойыңдар балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Біздің арнамызға міндетті түрде подписаться етіңдер. Біздің арнамыздан балалар, сендер барлық өздерің іздеп таппаған жауаптардың барлығын табасыңдар. Және де балалар, біздің арнамызда математикадан басқа қазақ тілінің сабақтарын оқып, үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген сабақтарыңды түсініп ала алатындарыңды ұмытпаңдар балалар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.